Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тағы бір жүректі ауыртатын, бірақ соңында үміт сыйлайтын ерекше оқиғаны айтып беремін. Алдымен әдеттегі сіздерге кішкентай сұрағым бар. Бұл әңгімені қай қаладан, қай облыстан немесе қай мемлекеттен тыңдап отырсыздар? Пікірге жаза кетіңіздер. Қазақстанның қай жерінде немесе Қазақстаннан тыс жерде отырып тыңдап отырсыздар ма? Осы әңгіменің соңына дейін бірге болыңыздар. Өйткені бұл жай ғана ене мен келіннің оқиғасы емес, бұл бір әйелдің өз өмірін қайта табуы туралы әңгіме. Бұл бір әйелдің өз өмірін қайта табу туралы әңгіме. Ал кейде адамға өмірін қайта бастау үшін көп нәрсе керек емес екен. Бір жылы сөз, бір адамның қолдауы, біреу сізде бақытты өмір сүруге лайықтысыз деп айтуы жеткілікті екен. Гүлдана бұл үйге келін болып түскенде мұндай өмірді ешқашан елестеткен жоқ. Ал күйеуі Мақсатпен үлкен той жасап, ақ отауға кірген күні енесі Айжан апаны көрді. Айжан апа өте жуас әйел еді. Жасынан көп қиындық көргені жүзінен байқалатын. Гүлдана алғашқы көргенде-ақ, апа, мен сізді өз анамдай көремін деген. Айжан апа да жымиып, қарағым, келін болып емес, қызым болып келсең болды деген. Гүлдана сол сөзді жүрегіне сақтап қалды. Бірақ ол кезде Айжан апаның бұл үйде қандай өмір сүріп жатқанын әлі білмейтін. Үйдің үлкені Айжан апаның күйеуі, қатал адам. Оның алдында бұл үйде ешкім еркін сөйлей алмайтын. Мақсат та әкесінен именетін. Ал Айжан апа ол тіпті күйеуінің жанында ойын ашық айта алмайтын. Үйдегі әр қадамын есептеп басатын. Бірақ ол көлікте түскенде бұрынғы аңсаған болмайтынын әлі білмейді. Гүлдана алғашында мұның бәрін байқамады. Үлкен кісілердің өз мінезі бар шығар деп ойлады. Бірақ бірнеше ай өткен соң ол үйдің шын жағдайын түсіне бастады. Және бір күні Гүлдана енесінің көзіндегі қорқынышты көріп қалды. Сол күннен бастап оның бұл үйге деген көзқарасы өзгерді. Гүлдана келін болып түскелі бір үйдің тірлігіне тез үйреніп кетті. Таңертең ерте тұрады, шайын қояды, таңғы асын дайындайды, енесіне көмектеседі. Мақсат жұмысқа кетеді, ал үйдің үлкені бәріне бақылау жасап отыратын. Бір күні Гүлдана енесінің шкафын жинап жүріп, бірнеше ескі көйлектерді көрді. Көйлектердің бәрі әбден тозған, бірақ Айжан апа оларды ұқыптап бүктеп қойған. Апа, мына көйлектерді неге кимейсіз? Деді Гүлдана. Қой қарағым, кигенім жетеді. Бірақ бәрі ескі ғой. Айжан апа күлімсіреді. Маған жаңасы не керек? Гүлдана оның сөзін түсінбеді. Өзіңізге ұнаған көйлек алып кисеңізші. Айжан апа бірден жоқ, керегі жоқ деді. Осы кезде дәлізден атаның дауысы естілді. Не туралы сөйлеп жатсыздар? Айжан апаның жүзі әп-сәтте өзгеріп кетті. Ештеңе? Гүлдана сол сәтте бір нәрсені түсінді. Айжан апа қорқып тұр. Атасы бөлмеге кіріп, үйдің ақшасын шашпаңдар. Артық нәрсе алудың қажеті жоқ деді. Гүлдана үндемеді. Бірнеше күннен кейін ол енесіне өз ақшасына әдемі орамал алып келді. Апа, мынау сізге. Айжан апаның көзі жайнап кетті. Маған ба? Иә, ұнады ма? Өте әдемі екен. Ол орамалды қолына ұстап ұзақ қарап тұрды. Сосын жай ғана, рахмет қызым деді. Бұл сөзді айтқанда оның көзіне жас толды. Гүлдана таң қалды. Бір орамалға адам сонша қуана ма? Сөйтсе Айжан апа үшін бұл жай ғана орамал емес екен. Біреудің оны ойлағаны еді. Кейін Гүлдана бірде көйлек әкелді. Бірде аяқ киім, бірде әдемі сөмке. Енесі әр затты баладай қуанып қабылдайтын. Бірақ атасы мұны көрген сайын ашуланатын. Бір күні Гүлдана енесіне көйлек беріп тұрған кезде атасы кіріп келді. Тағы не әкелдің? Гүлдана, апаға көйлек алдым. Атасы мысқылдап күлді. Көйлек киіп қашып кетпек пе? Айжан апа үндемеді. Ал Гүлдана алғаш рет енесін қорғап сөйледі. Апа, ұнаса болды ғой? Атасы Гүлданаға тесіліп қарады. Сен әлі бұл үйдің тәртібін білмейсің. Сосын ащы сөзін айтып кетті. Сен де бір күні тым еркінсініп кетсең, өзіңді құтыртып жібермеймін. Гүлдананың жүрегі дір ете қалды. Бірақ ол үндемеді.
Сол түні ұйықтай алмай жатты. Мен енемді аяп жүрмін. Ал ол осындай өмірді қанша жыл өмір сүрді екен. Бір күні да Гүлдана енесімен бірге дүкенге барды. Айжан апа бір нәрсеге қызығып ұзақ қарап тұрды. Апа, ұнаса алыңыз. Жоқ қарағым. Неге? Ақшам жоқ. Гүлдана таң қалды. Зейнетақыңыз бар емес пе? Айжан апа жан-жағына қарап қалды. Ақшамды әкең ұстайды. Бәрін бе? Айжан апа үндемеді. Гүлдана қайта сұрамады. Бірақ сол күннен кейін бұл мәселе оның ойын мазалай берді. Кешке үйге келген соң Мақсатқа айтты. Мақсат, анаңыз зейнетақысын әкеңе не үшін ұстатады? Мақсат ауыр күрсінді. Білмеймін. Бала кезімізден әкеміз осы үйдің бүкіл ақшасын ұстайды. Қалай білмейсің? Бала кезімнен солай енді. Сен анаңның жағдайын көрмейсің бе? Мақсат үндемеді. Өйткені ол да әкесінен қорқып өскен. Әкесі сөйлесе, бәрі үнсіз қалатын. Мақсат, әкемнің мінезі сондай, оған қарсы шығу қиын деді. Гүлдана, бірақ анаңның өмірі өтіп бара жатыр ғой? Мақсат жауап бере алмады. Сол түні Гүлдана енесінің бөлмесіне кірді. Айжан апа терезесінің алдында үнсіз отыр екен. Апа, иә қызым, сіз бақытты болдыңыз ба? Айжан апа біраз уақыт үнсіз қалды. Сосын, бақыт дегенді көптен бері ұмытып кеттім деді. Гүлдананың жүрегі ауырды. Неге? Жастықта бір нәрсені армандайсың, кейін күйеуіңе қарайсың, балаларыңа қарайсың, сосын өзіңді ұмытып кетесің. Айжан апа көз жасын сүртті. Мен өзім үшін өмір сүріп көрмеппін. Сөз Гүлдананың жүрегіне қатты батты. Сол түні ол бір шешім қабылдады. Менің енемнің қалған өмірін осылай өткізуіне жол бермеймін. Уақыт өте берді. Гүлдана енесіне білдірпей көмектесе берді. Өз ақшасынан киім әкелді. Кейде жеміс алады, кейде Айжан апаны серуендетіп келеді. Бірақ әр жолы үйге келгенде атасының қабағын көретін. Қайда барыңдар? Дүкенге. Не алдыңдар? Апаға киім. Тағы да ма? Гүлдана үндемейтін. Айжан апа болса, мен сұраған жоқпын, өзі әкелді деп келінін ақтап алатын. Бір күні атасы қатты ашуланды. Сен келген бері мына ел өзгеріп барады. Гүлдана түсінбей, қалай өзгерді? Бұрын үндемейтін, қазір өз пікірін айтып, бірдемелерді айтып, миымды ауыртатын болды. Айжан апа қорқып қалды. Ал Гүлдана апа тек адам сияқты өмір сүргісі келеді. Атасы ашумен, сен маған ақыл айтпа деп айғайлады. Сол күні үйде ауыр тыныштық орнады. Бірақ көп ұзамай күтпеген жағдай болды. Атасы қатты ауырып қалды. Бірнеше күннен кейін өмірден өтті. Үйге адамдар жиналды. Жылағандар болды, жоқтағандар болды. Ал Гүлдана, ол Айжан апаға қарап отырды. Енесі жылап отырды. Бірақ Гүлдана оның көзіндегі басқа сезімді де көрді. Қорқыныш. Күйеуі қайтыс болғанмен Айжан апа әлі де еркінсей алмай отыр еді. Қанша жыл бойы қалыптасқан қорқыныш адамның ішінен бір күндей кетпейді екен. Жерлеуден кейін үй іші тынышталды. Бір күні таңертең Айжан апа ас үйде жалғыз отырды. Гүлдана қасына келді. Апа, иә, енді өзіңіз үшін өмір сүріңіз. Айжан апа оған қарап, қалай? Гүлдана күлімсіреді. Білмеймін, бірақ бірге үйренеміз. Атасы қайтыс болғаннан кейін бірнеше уақыт өткен соң Айжан апаның зейнетақысы өз қолына түсті. Ол ақшаны қолына ұстап отырып, ұзақ қарап отырды. Гүлдана, апа, енді бұл сіздің ақшаңыз. Айжан апа, иә, бірақ ақшаны қайта-қайта бүктеп қолына қысып отырды. Не болды? Қорқып тұрмын. Неден? Ақшаны жұмсауға? Гүлдананың жүрегі ауырды. Апа, сіз оны ешкімнен сұрап алған жоқсыз. Бұл сіздің еңбегіңіздің ақшасы. Айжан апа басын изеді. Білемін. Ендеше өзіңізге бір нәрсе алыңыз. Не аламын? Гүлдана жымиып. Білмеймін, бірақ бүгін біз дүкенге барамыз. Айжан апа дүкенге барғанда сөрелердің арасында ұзақ жүрді. Бір көйлек қарады, қайта орнына қойды. Бір аяқ киім алады, қайта қойды. Гүлдана, неге алмайсыз? Бағасы қымбат. Өзіңізге ұнады ма? Иә, онда алыңыз. Бірақ жоқ. Айжан апа көйлекті қолына алды. Көзіне жас шықты. Мен соңғы рет өзіме көйлек қашан алғанымды білмеймін. Гүлдана, онда бүгін бірінші күн болсын.
Айжан апа көйлекті сатып алды. Үйге келген соң оны бөлмесіне апарып, айна алдында киіп көрді. Ұзақ уақыт өзіне қарап тұрды. Қызым, иә, мен де әдемі екенмін ғой? Гүлдана күліп жіберді. Әрине апа. Айжан апа да күлді. Бірақ бұл күлкіде жылдар бойы жоғалған әйелдің үні бар еді. Айжан апа үшін еркін өмір сүру оңай болмады. Бір күні Гүлдана: апа, ертең қалаға барамыз. Не үшін? Серуен дейміз. Жоқ, мен үйде отырайын. Неге? Үйде отыруға үйреніп қалғаным. Гүлдана оның қолынан ұстап: сіз үйде отыру үшін ғана өмірге келген жоқсыз. Айжан апа үнсіз қалды. Екеуі қалаға шықты. Көшеде адамдар жүр. Әйелдер дүкен аралап жүр. Біреулер кафеде шай ішіп отыр. Айжан апа бәріне қызыға қарайды. Гүлдана: қайда барғыңыз келеді? Айжан апа: білмеймін. Не жегіңіз келеді? Білмеймін. Не сатып алғыңыз келеді? Білмеймін. Гүлдана сол сәтте оның қаншалықты ұзақ уақыт өз қалауын айту құқығынан айырылған түсінді. Ол енесін дүкенге кіргізді. бүгін бәрін өзіңіз таңдайсыз. Айжан апа бір сәт ойланып: маған қызыл орамал ұнайды. Алайық. Мына кесе де әдемі екен. Алайық. Ал мына тәттіні бала кезімде жақсы көретпін. Оны да аламыз. Айжан апа күліп: қызым, мен бүгін тым көп нәрсе алып жатқан жоқпын ба? Жоқ. Бірақ, апа, сіз өмір бойы өзіңізге ештеңе алмағансыз. Бүгін алғаныңыз артық емес. Сол күні олар үйге бірнеше сөмкемен қайтты. Айжан апа үйге кірген соң сөмкелерін үстелге қойып: бүгін қызық болды, деді. Ұнады ма? Өте. Сосын біраз үнсіз отырып: менің өмірім енді басталған сияқты. Гүлдананың көзіне жас келді. Бірнеше ай өтті. Айжан апа біртіндеп өзгерді. Бұрын үйден жалғыз шықпайтын, енді өзі дүкенге баратын болды. Бұрын бір нәрсе алғысы келсе керек жоқ дейтін, енді маған мынау ұнайды деп айта бастады. Бұрын ақшасын санауға қорқатын, енді зейнетақысын өзі басқаратын болды. Бірақ ең үлкен өзгеріс оның түрінде еді. Кезіндегі қорқыныш азайды. Бір күні Айжан апа Гүлданаға: қызым, сен мені асырап жүрген жоқсың. Гүлдана: апа, сен мен өмірге қайта келдің. Гүлдана енесін құшақтап жылады. Мен сізді ешқашан әкелген жоқпын. Сіз өзіңіз қайта тұрдыңыз. Айжан апа: жоқ, кейде адамға тек біреу сену керек екен. Сол кезде Мақсат та анасының өзгергенін көріп жүрді. Бір күні ол Гүлданаға: сен анамды қатты өзгерттің. Гүлдан: мен емес, ол кісінің ішіндегі өмір сүргісі келген әйел бұрыннан бар еді. Тек соны ешкім байқамаған. Мақсат үнсіз қалды. Мен анамды қорғамағаныма өкінемін. Гүлдана оның қолынан ұстап: ең бастысы енді кеш емес. Бір күні Айжан апа Гүлданаға: қызым, мен бір жерге барғым келеді, деді. Қайда? Бұрын барғым келетін, бірақ бара алмайтын жерге. Қайда ол? Туған ауылыма. Гүлдана қуанып кетті. әрине барамыз. Олар бірге жолға шықты. Айжан апа көліктің терезесінен сыртқа қарап отырды. Жүзінде ерекше тыныштық бар. Қызым, иә, менің өмірімде көп нәрсе болмады, бірақ енді болады. Қалай? Гүлдана жымиып: енді қалған өміріңізді өзіңіз таңдайсыз. Айжан апа көз жасын сүртті. Сен келін болып түскенде мен сені аяймын деп ойлағанмын. Гүлдана күлді. Неге? Өйткені бұл үйде өмір сүру қиын деп ойладым. Ал қазір ше? Айжан апа оның қолынан қысып: қазір мен сені қызым деп ойлаймын. Гүлдана да енесін құшақтады. Сол кезде Айжан апа бір нәрсені түсінді. Адамның өмірін бір күнде өзгерту мүмкін емес, бірақ бір адамның мейірімі, бір жылы сөз, бір кішкентай сыйлығы, бір дүкенге барып өзіңізге ұнағанын алыңыз деген сөзі кейде адамның ішіндегі өшіп қалған үмітті қайта жағалады. Айжан апа ұзақ жылдар бойы күйеуінің қаталдығынан қорқып өмір сүрді. Өз сөзін айта алмады, өз ақшасын пайдалана алмады, өзіне киім алуға қысылды. Қайда баратынын да өзі шеше алмады. Бірақ өмірінің соңғы бөлігінде ол бір нәрсені түсінді. Ол тек біреудің әйелі немесе біреудің анасы емес, ол жеке тұлға. Оның да арманы бар, оның да қалауы бар, оның да бақытты болуға құқығы бар. Ал Гүлдана үшін енесіне жасаған жақсылығы ешқашан мен сен үшін мынаны істедім деген нәрсе болған жоқ. Ол тек менің енем де адам,
оның да бақытты өмір сүруге құқығы бар деп ойлады. Сондықтан бұл әңгіменің ең үлкен сабағы да осында. Кейде біз ата-анамызға қымбат сыйлық іздейміз, үлкен ақша бергіміз келеді, бірақ олардың бізден күтетін ең үлкен сыйы ақша емес шығар. Оларды тыңдау, оларды құрметтеу, олардың қалауын сұрау. Анашым, өзіңізге не керек деп бір рет болса да сұрау. Айжан апа үшін ең қымбат сыйлық Гүлдана әкелген көйлекте емес, орамалда емес, ол келіннің апа, енді өзіңіз үшін өмір сүріңіз деген сөз еді. Ал Гүлдана енесінің өмірін өзгерткен жоқ, ол тек Айжан апаның өз өмірін қайта табуына көмектесті. Бір күні Гүлдана шай үстінде енесінен сұрады: апа, иә қызым, сізден бір нәрсе сұрасам бола ма? Айжан апа келініне қарады: иә, сұрай бер. Сіз неге атадан сонша жасқандыңыз? Айжан апа бірден үнсіз қалды. Қолындағы кесесін үстелге қойып, біраз уақыт терезеге қарап отырды. Неге сұрадың? Өйткені мен сіздің әр сөзіңізді байқап жүрмін. Ата не десе де сіз үндемей жүрдіңіз ғой. Бір жерге барғыңыз келсе де, алдымен оның рұқсатын күтесіз. Тіпті өз зейнетақыңызды ұстай алмадыңыз ғой. Айжан апа бір күрсінді: қызым, сен әлі жассың, кейбір нәрсені түсіну қиын. Түсінуге тырысамын, айта беріңізші. Айжан апа біраз үнсіз отырды, сосын баяу сөйлей бастады: мен бұл үйге келін болып түскенде осындай адам еді. Атасы жас кезінде қатал болды ма? Иә. Айжан апаның даусы дірілдей бастады. Үйленгеннен алғашқы жылдары мен де өз ойымды айтатын, бір нәрсе ұнамаса пікірімді білдіретін, бірақ ол маған бір сөзін үнемі қайталайтын. Гүлдана тыңдап отырды. Еркек шешеді, әйел тыңдай дейтін. Айжан апа басын төмен түсірді. Алғашында мән бермедім, мінезі сондай шығар деп ойладым. Кейін балалар дүниеге келді, сендердің күйеулеріңді өсіру керек болды. Үйдің бәр тірлігі менің мойнымда еді. Сонда да ата сізге көмектеспеді ме? Айжан апа ашы жымиып: көмектесу былай тұрсын, менің жасағанды міндетім деп есептейтін. Гүлдананың жүрегі ауырды. Бір күні мен өзіме көйлек алғым келді. Ақша сұрадым. Не деді? Көйлек не үшін керек? Бар киімің жетеді деді. Сіз алмадыңыз ба? Алмадым. Неге? Айжан апа біраз үнсіз қалды. Өйткені кейін ұрыс болатын білдім. Гүлдана үнсіз қалды. Айжан апа сөзін жалғастырды. Бірте-бірте мен сұрауды қойдым. Не керек болса да ішімде қалды. Тіпті өз ақшаңызда, иә? Иә. Зейнетақыңызды ше? Оны да өз ұстайтын. Гүлдана таң қалып: бірақ ол сіздің ақшаңыз ғой? Айжан апа басын изеді. Білемін, ұзақ жылдар бойы ақша сенің қолында тұрса, шашып жібересің деген сөзді ести бердім. Сіз оған қарсы шықпадыңыз ба? Айжан апа көзін сүртті. Қайта қарсы шығу күш қалмады, қызым. Осы сөз Гүлдананың жүрегін ауыртып жіберді. Айжан апа, бір нәрсені түсінесің бе? Адамды бір күнде жасқанша қылып тастамайды екен. Қалай? Күн сайын бір сөзбен-ақ оны істеме, мұны алма, қайда барасың, кіммен сөйлестің, мен айттым болды деген сөздер қайталана берген сайын адам бір күні өз шешімнен өзі қорқатын болады. Гүлдана енесінің қолынан ұстап: апа, Айжан апа көз жасын сүртті. Мен де тіпті кейде дүкенге барғанда не алатынды білмей қалатын. Өйткені өмір бойы біреудің ал немесе алма деген күтіп үйреніп қалғанмын. Гүлдана үнсіз жылады. Ал Мақсат ше? Деді ол ақырын. Айжан апа: Мақсат әкесінің алдында өсті. Әкесіне қарсы келуді үйренген жоқ. Бірақ балам жаман емес, ол да әкесінен қорқып өсті. Сол сәтте Гүлдана көп нәрсені түсінді. Бұрын неге Мақсат анасын қорғамай деп іштей ренжитін. Енді оның да бала кезінде қандай ортада өскенін түсінді. Қымбатты көрермендер, сіздерге де сұрағым бар. Егер сіздің жаныңызда дәл осындай жағдайда өмір сүріп жүрсе, сіз не істер едіңіз? Ал араларыңызда енесін анасындай көретін келіндер бар ма? Пікірге өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Мүмкін сіздің бір ауыз сөзіңіз дәл қазір осындай жағдайды бастан кешіп жүрген бір адамға үміт берер. Келесі әңгімеде кездескенше аман сау болыңыздар. Жақсылық жасаудан ешқашан шаршамаңыздар. Өйткені кейде бір адамның жасаған жақсылығы екінші адамның бүкіл қалған өмірін өзгертіп жібереді. Шаңырақта елдің үні естіліп, ана ешкімнен қорықпай өз өмірін еркін сүрсін. Үлкендеріміздің көңілін қалдырмай, қартайған шағында қадірін білейік. Бір ауыз жылы сөзбен, бір кішкентай қамқорлығымызбен олардың өміріне қуаныш сыйлайық. Алла
әр анаға ұзақ ғұмыр, деніне саулық, жүрегіне тыныштық берсін. Ешбір әйел өз үйінде өзінен кіші біреуден емес, өз жарынан қорқып өмір сүрмесін. Сыйластық, мейірім мен береке болсын.